Бізде қазақта мынандай нақыл сөз бар. Мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген. Адамдардың арасында жақсысы жаманы, кекшілі болады. Сен қанша аспен ұрсаң да, сені таспен ұратындар бар. Адамгершілікпен сыйлап, құрметтесең, олар оны сенің міндетің деп қабылдайды. Сондықтан ондай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Барлық адамдардың көңілін өзім сияқты деп ойлама. Алыстағандардан алыстап, жақындағандарға жақындап жасауды үйрен. Басыңа іс түскенде келетіннен кететіні көп. Бақ барлық адамдардың басына қонады. Кейде тауып та, кейде ауып та қонады. Егер тауып қонса, есейтеді, ессізді де. Егер ауып қонса, есіртеді, естіні де. Сағыну керек, сағынар жаның бар болса. Киімде жайсыз, жағасы жайлау тар болса. Көлде де мұң бар, аққу жоқ, өңкей қаз қонса. Ғұмыр да мәнсіз, 4 маусым ылғи жаз болса. Қадам сайын кездеседі қыл көпір. Мың шындықты жоғалтады бір кесір. Бүгін мақтап шығарғандар бармағын, ертең ернін шығармасқа кім кепіл? Көңілде түскен жараны амал бар. Басқаларға білдірме. Бұл дүниеде барлығы саған емші бола бермейді. Қайда сол жараның аузына тұз сепсем дейтіндер жетеді. Сен мені нөл дейсің ау, нөл болайын. Ол туралы болмайды менде уайым. Бірден бастап 9-ды жазып келіп, 10 жазарда іздеп мені келме ағайын. Біреудің ескі қатесің, жария етіп қайтесің. Жығылып жатып сүрінгенге күлме. Көп кешікпей өзің де жетесің. Біреуді сырттан өсектеп, оның дүниесін есептеп қайтесің. Бірінші өзіңді түзеп, өзіңмен алыс. Түкке тұрғысыз, керексіз сөзді өсиеттеме. Ешкім сенің қайғыңа назар аудармайды, бірақ қателіктеріне тоқталады. Сенен көңілім қатты қалды дейді, бірақ маған ренжіп қалған жоқсың ба деп сұрамайды. Бұл пендедегі әлсіздік. Ынсап болмаған көңілде адамгершілік болмайды. Жалғандық қаптаған ниетте ақиқат болмайды. Күмән басқан қиялда тыныштық болмайды. Қате басқан қадамда дұрыс іс болмайды. Бидайдың басының көтергені дақылының жоқтығы. Адамның көкірегін көтергені ақылын жоқтығы. Ұлық болсаң кішік бол, байсың ба кедейсің бе, ешқашан көкірегіңді керме. Біреуді бақытты қылу үшін алдымен өзің бақытты болу керексің. Өзіңнің денің сау болу керек. Өзіңнің білімің толық болу керек. Сол кезде сен басқа адамдарды бақытты қыла аласың. Барлық дүние қайта айналып келуі мүмкін. Бірақ сен қажет қылмайтын кезде. Сондықтан ағаштан жеміс күтсең, бұтағың сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Мен жылаған істерге сен жылайсың бір күні. Сен күлетін күлкіні, мен күлемін бір күні. Өмір деген осылай, алма кезек дүние. Қозы жеген түлкіні бөрі жейді бір күні. Айғыз болса да айна көңіл, шомылып отырамын ойға небірі. Мені қанша әуреге салғаныңмен, сені жақсы көремін, қайран өмір. Жаман болсам не бопты, жақсы да болып көргенмін. Өзімде көріп барлығын, төрімнен орын бергенмін. Өртінде жүріп өсектің, арманым үшін өрледім. Болмай-ақ қойдым мен жақсы, жаман боп бірақ өлмедім. Алдыңа шықсам күндедің, артыңда қалсам ездедің. Алдыңа барсам жүгініп, бармеді қане берерің. Өз тірлігім өзіме, өзімнің ғана өмірім. Қабағын бағып қайтейін, қайыры кеткен пенденің.
Қорқамын мен елдердің өсегінен, кіршіксіз кір іздейтін кешегіңнен. Атынан құлады деп күндейді екен, күнде құлап жүрсе де есегінен. Ақшаң көп болсын, аз болсын, қолыңнан үзілмесе болғаны. Адам кәрі болсын, жас болсын, дені сау болса болғаны. Отбасың бай болсын, кедей болсын, тату тәтті болса болғаны. Кімдікі дұрыс, кімдікі қате болсын, түсіну болса болғаны. Адам туыла салып қатыгез емес, соның бәрін келтіріп шығаратын айналасындағы адамдар. Әркімге құрметім шексіз, бірақ сабырым шекті. Өмір-ай, өмір мың бір сын, жылатсын мейлі күлдіртсін. Суретте бәрі бақытты, өмірде қандай, кім білсін. О тіршілік, не берсең де арнап бер, алтын балық ілінетін қармақ бер. Бақыт бер де, сол бармақтай бақытты басып тұрар батпандай бір салмақ бер. Және дос бер, айтқанымды мақұл дер, жүйрік бер де, соған шыдар тақым бер. Мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла, жүректерге соны ұғатын ақыл бер. Мені күтіп тұрсын алда биіктер, шапағатын шуағыңды құйып көр. Абырой мен даңқыңды даяма, және соған майыспайтын иық бер. Мынау аузыңнан шыққан сөз дейді, 40 жыл айналып басыңа келет дейді. Өмір алма кезек дейді, біреуді күлкі қылып, оған жала жаптың ба, ертең басыңа келеді. Бастарыңа келген кезде езулеріңді жия алмай қалмаңдар. Жасағаның алдыңа келмей, көрге кірмейсің деген. Жақсы болуға бір ғұмырың жетпейді, жаман болуға бір минутта кетпейді. Аспандағы айды алып беріп, әрең жақсы болған болсаң, бұтақтағы алманы ала алмағандығың үшін жаман боласың. Аузы өзінікі болған соң, сен жайында не айтса да айтып қалсын, мейлі сені жаман десін. Оның жаман дегенімен сен жаман болып қалмайсың. Ешкімге жамандық ойлама, өйткені дүние дөңгелек. Не істесең де өзіңе қайтып келеді, жақсылық та дәл солай. Өзгеден артық болам деп арындама, шамаңды шақта, тең түскенге қанағат ет. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғызатын сойғызар деген ата бабамыз. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылма. Қарыз бергенде дос боласың, қарызыңды сұраған кезде дұшпан боласың. Бермесең қайырымсыз боласың, беріп алған соң өмірлік қайырсыз боласың. Сондықтан пендеге көңіл қайыр қылсаң да, дүние қайыр қылмай-ақ қой. Ешқашан кедеймін деп айтпа, саған ешкім ақша бермейді. Шаршадым деме, ешкім саған көмектесіп, қол ұшын бермейді. Тіпті жылаушы болма, өйткені ешкім сені елемейді. Жеңілуші болма, өйткені ешкім сенің жеңуіңді қаламайды. Сырттан сөйлеп не көріңді баршаңа, қандай күшке есіңдер соншама. Сәл жығылсам сүрінгенге күлетін, судан таза кереметтер қаншама. Бар мейіріміңді, жақсылығыңды төгіп, оның қиын сәтте қалғанында жаннан табылып, бірақ соңында сол жақсылықтарыңды ұмытып, бар жамандықты саған артып қойған, сенен теріс айналған жандардан сен де теріс айнал, және оған өкпелеме. Көңілің ертерек қалса, оны түзу барынша жеңіл болады. Тек қана өзіңді сөгіп, өзіңнен ғана себеп іздеме. Адам алдында ешқашан ақталма, сен міндетті емессің. Ең әуелі Алла алдында тазасың ба? Болды. Кеткен адам кетсін, жолы болсын. Олар неге өзгере береді деп сұрама. Олар о баста сондай болған. Уақыт адамдарды өзгертпейді, тек олардың шынайы маскасын ашып береді. Санасызбен санаспа деген. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді,
жұрт айтса болды әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Үлбіреген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Өзім жайлы өсектен есім ауды. Қырық жамау жанымның несі қалды. Жаралы жүрегіме әркім келіп, өзіне керектігін кесіп алды. Күн кешіңдер, күн демей, күңкіл демей, тілдесіңдер адамша зіркіл демей. Болғанымен бір күн бай, бір күн кедей, сыйлап өтем өздеріңді күн түн демей. Шаршайсың білем, шаршамай жүру мүмкін бе? Өмір ғой өмір, оңай да емес кім-кімге. Кейбіреулерді қадірлесең, аспанда болады. Сенің жасаған жақсылығын оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Сіздің қадіріңізді түсінбейтін адамдарға осы уақытқа дейін оларға мейірімді, жақсы адам болғаныңызды түсіндіру үшін кейде жаман жағыңыз бен жаман мінезіңізді де көрсетіп қою керек. Мен адамдарға бұрынғыдай ренжімеймін. Мен үнсіз қалып, жай ғана қорытынды жасаймын да, олардан алыстай бастаймын. Өтірік пен өсек озып, шындық өлген заман. Саған суық су шашса, сен сол суды қайнатып, кесесіне құйып бер. Не тілі күйсін, не іші күйсін. Дүниеде неден жеңілдің? Сөз ұқпайтын санасыздан күнде жеңілемін. Дүниеде ең үлкен қандай ысырап жасадыңыз? Адамның қадірін білмейтін кісілерге көңіл бөлген уақытым, сөзім мен күш жігерім. Кешіру оңай, сену қиын. Бір сыналған жаманды екі қайта сынама. Адамды кешіріп, бір рет мүмкіндік берсең, ол мүмкіндікті пайдаланып, содан сабақ алайын демейді. Керісінше айта алмаған сөзін, ала алмаған өшін айтып пайдаланып, басыңа шығады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.